Өмірзақ Қожамұратов атажұрттан жырақта Өзбекстан елінің Тамда ауданында туып өскен ақын. Талапты ақынның артында қалған мұрасын жастар арасында насихаттау мақсатында шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Оған қаламыздың белгілі ақын қызы Роза Алдашева ұйытқы болып өткізді. Шығармашылық кешке ақынның жақын жеңгелерінің бірі Түймеші Оразымбетова да қадірлі қонақ ретінде шақырылды. Бәрі жиналып қайнымызды еске алып жатыр екен. Біздің қазақта әдет бар ғой, қайнысының қайнағасын атын айтпайтын. Бірақ қайнымның әруағынан ұлықтап тұрап, бүгін атын айтуға мәжбүр болып отырмын. Өмірзақ қайнымыз Тамды деген ауданда, Алған Тайған ауданда бала күннен бірге өстік. Ленин атында орта мектебін деп бар еді, 10 жылдық. Сол мектепте бірге оқыдық. Ол біздерден бір 2 класс жоғары оқыды, біз 2 класс темен оқыдық. Мектепте жүрген кезінде сырттай танысам, осы ауылға келіншек болып келген әбден сыр мінез болып, оның әкесін де көрдім, шешесін де көрдім. Қайнағамыз деген бір айбатты қамқоршы адам еді. Шешесі дегенде бір келбеті келген, кең тауырдан пішілген, сондай кең жүректі адам еді. Сол кісілердің қолымыздан шай беріп, үйімізге қонақ қылып, соларменен сырласып өткен адамбыз де. Өмірзақ ақын 47 жасында өмірден өткен. Талантты ақын осы қысқа ғана ғұмырында артында көптің көңілінде жатталып қалатын жырларын қалдырған. Өмірдің талай қиындығын көрген ақынның көзі тірісінде тек бір ғана жыр кітабы жарық көрген екен. Енді бүгін 80 жылдық мерейтойын көзі көрген әріптестері, туған туыстары мен жерлестері атап өтіп отыр. Біз айтады ғой, жаңа әбден еңбегі жанбай, жаңағыдай мақала берген адамдар оны шек көреді ғой, шындықты айтқаннан кейін. Айтады ғой, тірлікте пысықтардан ұтылған, өліп қана өсек сөзден құтылған, ақын жатыр жағысылы байланып, жырларым бір дүнияны айналып деп. Сол айналып жүрген жырларын кітап қылып шығарған азаматтарға рахмет. Сол жатып алып үйінде жаза берген, қол жазбасын жинаған үйінде кішкентай Бекен деген ізіне рахмет. Сол Бекен үйленді өмірінің ақырғы кезінде. Гүлжамал деген келін алды. Тек сол екеуінің рахатын көрді. Бір жайға көзін қойды, бағысты әдемілеп қарады. Ол балалы болды. Оның атын мен қай арманыма жетіп жатырмын. Тек көрген арманым осы деп, інісінің баласының атын арман қойып, далаға арбаға алып шығып, өзі денсаулығы жоқ еді байғұстың. Сол заманда қайтыс болды. Соныменен бар арманын, бар қайғысын, бар жетіспегеннің бәрін қағазға түсіре берген екен ғой. Не бір өлеңдері бар ғой бейшараның. Шығармашылық кешке Теміртау қаласының ақындары, ақсақалдар мен журналистері арнайы қонақ ретінде қатысып, естелік айтты. Ой кешу деген бір кітабын алып, сол жатқан екен. Соның кейін жаңағыны оқыған уақытта мен апырау, мен осы күнге дейін уже біраз ақындарды біліп қалған. Мұқағалиды оқимыз, Абайдан бастадық қой енді бәріміз. Сонда мен ойладым, апырау, бұл ақынды мен неге осы күнге дейін білмеймін? Бұл қайда жүрген? Өмірден ерте кеткен жаңағы несі бәрі бар. Сонда ойға қалған едім мен. Енді содан кейін баяғы саралап оқып нетіп қарасам, Өмірзақ Қожамұратовтың ақындығы сол кездегі ақындардың, тіпті Мұқағалименен бастаған ақындардың, жаңағы Төлеген Айбергеннің бастаған ақындардың өлеңдерінің өзіне көп әсерін тигізген ақынның бірі екен бұл. Ол сол кездегі содан кейінгі бүгінгі ақындардың көбісіне үлгі болған ақын екен бұл. Байқап отырсаңыздар. Бұның сөздерінің бәрі өсиет нақыл сияқты. Уақыттан өткен билік жоқ дейді, асқан билік жоқ. Уақыттан озған жүрек жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ дейді. Бүгін мына 80 жылдығын ақынның атап өтіп отырмыз. Ғалымдар 80 жастағы адамның 10 жасы балалық шақта білеткен-дағы, оның кейін 30 жасы ұйқыда екен. Сонда 80 жасқа келген адам тек қана жақсы қызметін үй болып, барлығын атқаратығын 40 жас. 40 жас. Уақыт. 40 уақыт. Уақыттың несі. Ал енді біздің қазіргі Өмірзаққа келсек, ақынның 47 жасында қайтыс болған. Өмірзақ ақынның шығармашылығына арналған кешке қала мектебінің оқушылары да қатысты. Кітапхана аясында ақын жайлы арнайы көрме ұйымдастырылып, оқушылар ақынның жырларын жатқа оқыды және ақынның сөзіне жазылған әндер орындалды.